Сәлеметсіздер ме? Мен Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрғали Тоғалай. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған челленджімізді бастаймыз. Түркітанушы, публицист, педагог, ағартушы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Қостанай облысы Сарытөбе ауданында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазып шыққан. Онымен қоса қазақ графикасының негізін қалаушысы. Сөйтіп 24 таңбадан тұратын қазақ жазуы немесе өзгелер Байтұрсынов жазуы деп атаған қазақтың ұлттық графикасын түзеді. Аталған челленджімізді қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне жолдаймын. Ахмет Байтұрсынов бізге өшпестей мол мұра қалдырып кетті. Ғалым 1912 жылы оқу құралы атты еңбегін шығарады, ал 1925 жылы осы еңбек бірнеше рет қайта басылып шығады. Ақынның 40 мысал атты аударма жинағы 1909 жылы Санкт-Петербург қаласында басылып шықты. 1911 жылы Ахмет Байтұрсынұлының Маса атты өлеңдер жинағы басылып шығады. Осы шығарма арқылы автор қалың ұйқыда жатқан халқын оятқысы келгендей. Аталған челленджімізді Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімдеріне жолдаймын.